Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз қазақтың үш биі атты сабақты өтетін боламыз. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Алдымен алғашқы екі сұраққа жауап берейік. Бірінші сұрақ: қазақтың үш биі деп кімдерді айтамыз? Екінші сұрақ: қазіргі заманның билері деп кімдерді атауға болады? Ал енді осы сұрақтарға бірге жауап берейік. Қазақтың үш биі деп біз ұлы жүздің бас биі Төле биді, орта жүздің бас биі Қаздауысты Қазбек биді, кіші жүздің бас биі Әйтеке биді айтамыз. Екінші сұрақтың жауабы: қазіргі заманның билері деп ақындарды, жазушыларды, әр қаланың әкімдерін айтуға болады. Енді бірінші тапсырманы орындайық. Мәтінді мұқият тыңда, ақпаратты есте сақтауға тырыс. Балалар, енді біз мәтінді тыңдап, ақпаратты есте сақтаймыз. Бірінші тапсырманы жасап болған соң, екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырмада тыңдалған мәтін бойынша дұрыс жауабы бар 3 сұрақ және дұрыс жауабы жоқ 1 сұрақты дайындаймыз және сұрақтарды бірге саралаймыз. Енді дұрыс жауабы бар 3 сұрақты бірге құрайық. Бірінші: қазақтың бас биі кімдер? Екінші сұрақ: билердің атқарған қызметтері қандай? Би болу үшін қандай болу керек? Және төртінші жауабы жоқ сұрақ: билердің жұмыстарының ерекшелігі неде? Екінші тапсырманы орындадық. Балалар, енді үшінші тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырмада біз сурет бойынша әңгіме құрап айтып беру қажетпіз. Ал енді суретті бірге көрейік. Бұл суретте қазақтың үш биі суреттелген екен. Бірінші ол Төле би, екінші Қазыбек, үшінші Әйтеке би. Енді осы сурет бойынша бірге мәтін құрастырайық. Қазақтың атақты шешені Төле би. Ол 15 жасынан бастап билікке араласа бастаған. Төле би қазақ жерін басқыншылардан азат етуге көп күш жұмсаған. Оның би болған жылдарында атақты 7 жарғы заңдары жарық көрген. Халық Төле биді Қарлығаш әулие деп атаған. Қазыбек Келдібекұлы, Қазыбек би, қазақтың екінші атақты биі, қоғам және мемлекет қайраткері. Әділдігі үшін оны Тәуке хан орта жүздің биі етіп сайлаған. Ол жоңғар басқыншылығына қарсы күрес ұйымдастырған. Ол ел арасында Қаздауысты Қазбек би атанған. Халқымыздың үшінші атақты биі ол Әйтеке би. Ол халқымыздың бірлігі мен ынтымақтастығын нығайтуға үлкен үлес қосқан. 21 жасында Бұхара, Самарқан қалаларындағы қарақалпақтардың бас биі болады. Ал 25 жасында кіші жүздің бас биі етіп сайланады. Ол қазақ хандығының құрылуына да қатысты. Балалар, осымен біз үшінші тапсырманы аяқтадық. Енді келесі төртінші тапсырмаға көшейік. Біз төртінші тапсырмада мәтінді оқу қажетпіз. Төле би қазақ халқының мемлекет қайраткері, атақты шешен. Ол қазіргі Жамбыл облысы Шу ауданының Жайсаң жайлауында дүниеге келген. Ол 15 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танылады. Ол Қабанбай, Бөгенбай, Жәнібек батырлармен халық майданын құрып, қазақ жерін басқыншылардан азат етуге көп күш жұмсаған. Төле би орта жүздің биі Қазыбек, кіші жүздің биі Әйтекемен бірге Әз Тәуке ханның кеңесшісі болып, 7 жарғы әділет заңын шығарды. Халық оны көзі тірісінде Қарлығаш әулие деп атаған. Төле би өзі 12 жыл билеген Ташкент қаласында жерленген. Алматыда бидің атында көше бар, ал Астанада оған ескерткіш орнатылған. Қазыбек Келдібекұлы 17 ғасырдың аяғы мен 18 ғасырдың алғашқы жартысындағы қазақтың атақты биі, қоғам және мемлекет қайраткері. Әділдігі мен алғырлығы үшін Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің бас биі етіп сайлаған. Жоңғар басқыншылығына қарсы халық күресін ұйымдастырушылардың бірі болған. Қазыбек ел арасында Қаздауысты Қазбек би атанған. Ел аузындағы аңыз әңгімелер, биден жеткізген шешендік сөздер оның өз заманындағы білімді, жетелі, халықтың ауыз әдебиеті үлгілерін мол меңгерген, озық ойлы батыл адам болғанын көрсетеді. Әйтеке би қазақ халқының бірлігін нығайтуға үлес қосқан атақты үш бидің бірі, мемлекет қайраткері. Әйтеке 5 жасында молдадан оқып сауатын ашқан, одан соң медреседе оқыған. Медресені аяқтаған соң ел басқару ісіне араласа бастайды. 21 жасында Бұхара мен Самарқан төңірегіндегі қазақ, өзбек, қарақалпақтардың бас биі болды. Ал 25 жасында оны кіші жүз халқы бас би етіп сайлады. Әйтеке би орталықтандырылған біртұтас қазақ хандығын құру ісіне белсене атсалысты. Қазақ елінің тату өмір сүруінің қамын ойлаған қамқоршысы болды. Бұл мәтін ел тұтқа кітабынан алынған. Балалар, біз 4-ші тапсырманы бірге орындадық. Енді 5-ші тапсырманы жасайық. 5-ші тапсырмада біз оқылым мәтіннің 3 бөлігінен бір жинақы мәтін құрап жазу керекпіз. Көнерген сөздерді тауып, оларға анықтама беретін боламыз.
Қазақ халқының шешендік өнерімен бірге дамуы мен қалыптасуында ең үлкен рөлдердің бірін атақты 300-дің 3 биі атқарған. Төле би, Әйтеке мен Қазбек билердің арқасында бірлік пен ынтымақтастық сақталған. Олардың шешендік сөздері ел арасында тарап, халық ауыз әдебиетіне айналған. Олардың көмегімен атақты 7 жарғы заңдары жарық көрген. Билер хандардың кеңесшілері болып та қызмет атқарған. Халқымыз Төле биді Қарлығаш әулие десе, Қазбек биді Қаз дауысты Қазбек деген екен. Енді көнерген сөздерді анықтап, оларға анықтама беру керекпіз. 5-ші тапсырма бойынша көнерген сөздер: шешен, басқыншылық, ауыз әдебиеті, шешендік өнер, молда, медресе. Енді 30 сөздерге анықтама жасайық. Шешендік сөздер дегеніміз қоғам өміріне, табиғат құбылыстарына байланысты терең ой, бейнелі шебер тілмен айтылған халық шығармасы, тапқырлық сөздер. Медресе дегеніміз мұсылмандық білім алатын оқу орны. Ауыз әдебиеті халық шығармашылығының айрықша саласы, ауызша шығарылып, ауызша тараған көркем әдеби туындылардың жинақтық атауы. Басқыншылық дегеніміз басып алу мақсатындағы соғыс. Біз толығымен 5-ші тапсырманы орындадық, енді 6-шы тапсырманы жасайық. 6-шы тапсырма бойынша біз мәтін мазмұнына сәйкес сөйлемдерді ретімен орналастыру қажетпіз. Көріп тұрғандарыңдай 5 сөйлем берілген, енді олардың барлығын рет-ретімен қойып шығайық. Бірінші сөйлем ол: Төле би 15 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танылады. Ал екінші сөйлем: әділдігі мен алғырлығы үшін Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің бас биі етіп сайлаған. Қазыбек ел арасында Қаз дауысты Қазыбек би атанған. Төртінші сөйлем ол: Әйтеке би орталықтандырылған біртұтас қазақ хандығын құру ісіне белсенді атсалысты. Бесінші сөйлем: қазақ елінің бірлікте тату өмір сүруінің қамын ойлаған қамқоршысы болды. 6-шы тапсырманы да бірге орындадық. Енді 7-ші тапсырмаға кеттік. 7-ші тапсырма: өлеңді көшіріп жаз. Оны бірнеше бөлікке бөліп, араластырып, басқа топқа беріңдер. Мәтіннің бөліктерін мазмұнына қарай ретімен орналастырып, көтерілген мәселені болжаңдар. Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атан қымбат, аймалайтын анаң қымбат, асқартауың әкең қымбат, туып өскен елің қымбат, кіндік кескен жерің қымбат, ұят пенен ар қымбат. Бұл Қазбек бидің өлеңі. Енді өлеңдегі мәселені болжап көрейік. 7-ші тапсырмадағы өлеңде көтерілген басты мәселе ол адамның отаны мен туған жеріне деген адалдығы мен махаббаты, отбасына деген сый-құрметі. Туып өскен жерді әрбір адам қастерлеп, қорғауы керек. Ал енді 8-ші тапсырмаға кеттік. 8-ші тапсырмада би сөзіне қатысты қасиеттерді топтастырып, ассоциациограмма құрастыр. Бидің қасиеттері: шешен, ақылды, тапқыр, дана, әділетті, білімді және сауатты. 8-ші тапсырма толығымен орындалды. Келесі 9-ші тапсырмаға кеттік. 9-ші тапсырмада сөйлемдерді сәйкестендіріп жазу қажет. Бұл кімнің сөзі екенін бірге анықтау керекпіз. Біз қазақ деген мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жерімізді ешбір жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Бұл Қазбек бидің сөзі. 10-ші тапсырма: төмендегі нақыл сөздердің авторын тауып жаз. Бұл жерде 4 нақыл сөз берілген. Енді олардың авторын іздейік. Шешендіктен не пайда, артында сөз қалмаса. Батырлықтан не пайда, халқына қайран қылмаса. Бұл сөздің авторы Төле би. Би екеу болса, дау төртеу болады. Бұл сөздің авторы Майқы би. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ. Бұл сөздің авторы Төле би. Бірлік бар жерде тірлік бар. Бұл сөздің авторы Балпық би. 11-ші тапсырма: Астана қаласында қазақтың 3 биінің құрметіне ескерткіш орнатылған. Ескерткіш алдында тұрып, бабалар аманатына адал елдің ұрпағы екеніңді ой, қиялыңмен қалай жеткізер едіңдер? Монолог құрастырыңдар. Енді бірге монолог құрастырайық. Мен кішкентай болғаныма қарамастан, бабалар аманатына адал елдің ұрпағымын. Өз отаным мен туған жерімді қорғау үшін бәріне де баруға дайынмын. Өз елімнің тарихын құрметтеймін. Себебі халқымыз өз тәуелсіздігін алу үшін өте көп тер төкті, соғысты. Біз жастар ата-бабаларымыздың үміттерін ақтап шығуымыз керек. Ал балалар, енді 12-ші тапсырманы аяқтайық. Төмендегі белгілермен тыңдалым, оқылым бөлігіндегі абзацты немесе сөйлемдерді белгіле, өз ойыңды қорытындылап жаз. Бұрыннан білемін, менің ойлағаныма қайшы, керағар, мен үшін жаңа ақпарат, келсе алмаймын, білгім келеді.
Осы сұрақтарға бірге жауап берейік. Мен бұрыннан қазақ халқының басты билері жайлы білемін. Мен ойлағаннан билердің қызметтері басқаша екен. Мен үшін Қазбек би туралы ақпарат жаңа болды. Болашақта билер туралы одан да көп білгім келеді. Балалар, сабақ осымен өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сабақты жақсылап оқыңдар.